Аталай Филис Түркиядан шыққан маньяк. 3 жыл еркіндікте жүріп, ешкімге ұсталмай, 3 адамды өлтірген. Аталай Филис 1986 жылы 2 маусымда Балкесер қаласында дүниеге келеді. Мектепте жақсы оқиды, өте ақылды, зерек бала болып өседі. Өз күшімен Галатасарай лицейіне оқуға түсіп, Стамбулға келеді. Лицейдегі оқу жылдарында өз алғырлығын көрсетіп, лицей бітірушілердің ішінде 3-ші үздік болып оқуын бітіреді. Достарының айтуы бойынша ол біртүрлі болатын. Тіпті тамақ жемей, жалғыз өзі иен жерде аман қалу жолдарын жақсы меңгерген. Осы ерекшелігі жылдар бойы оның полицияға ұсталмай, қашып жүруі үшін жақсы көмек болды. Орыс классикасына қатты қызығатын, кітап оқығанды жақсы көретін. Аталай лицейді бітіргеннен кейін Түркия университеттеріне оқуға түсу үшін емтихан тапсырады. Шет елде тұрғысы келетін. Сондықтан да емтиханда қасақана қате жауаптар белгілеп өтпей қалады. 2006 жылы биология мамандығы бойынша білім алу үшін Парижге аттанады. Қалағанына қол жеткізеді. Шет елге қоныс аударады, бірақ сабақтарын дұрыс қарамай, университетке де көп бармайтын. Ол 2008 жылы Парижге студент алмасу бағдарламасы бойынша келген Ольга Серегинамен танысып, екеуі бір-бірін ұнатып қалады. Ольга оқуы біткеннен кейін өз еліне қайтады. Алайда интернет арқылы сөйлесулерін жалғастырады. 2010 жылы екеуі қайтадан кездеседі. Ольга досы Еленамен бірге Парижге келеді. Ол уақытта Аталай балалық досы Гөктумен бірге пәтер жалдап тұратын. Ольга мен Елена келгеннен кейін төртеуі бірге өмір сүреді. Қысқа уақыт ішінде Гөкту мен Елена да қыз бен жігіт ретінде кездесе бастайды. Сол жылы Аталай оқуын бітірместен Түркияға қайтады. Ольгаға үйлену ұсынысын жасамақшы болып, өз отбасымен таныстырады. 2011 жылы Ольгаға үйлену ұсынысын жасайды, бірақ ол жоқ деп жауап береді. Аталай оның бұл жауабына қатты ренжиді. Алайда көп күттірмей әскерге кетеді. Әскерде жүрген кезде Ольга оған айырылысқысы келетіндігін айтады. Ольганың айтуы бойынша ол Аталайдың отбасымен танысқан кезде олардың мәдениеті мен ұлт ерекшеліктерінің бір-біріне сәйкес келмейтіндігін түсінген. Әскерде борышын өтеп жатқан Аталай екеуі айырылысқаннан кейін басшылықтан рұқсат алып, Ольгамен татуласу үшін Парижге қайтадан барады. Ольга ол кезде Парижде бір отбасында бала бағушы болып жұмыс жасап жатқан. Аталай келген күні ол біреумен жолығып, көп ұзамай қайтып келемін деп үйден шығып кетеді. 16 желтоқсан үйден шыққан Ольга Серегина ол күннен кейін үйге қайтып оралмайды. Жұмыс берген француз отбасы Ольга үйге қайтып келмегеннен кейін күдіктеніп, полицияға хабар береді. Өкінішке орай полиция оның не өлі денесін, не өзін тірідей таба алмады. Ольганың жақын досының айтуы бойынша бұл істің артында Аталай тұр. Себебі жас қыз досына Аталайдан айырылысқысы келгендігін айтқан. Бірақ бірнеше айлар бойы ол қадамға бара алмай жүрген. Себебі Аталайдан қорыққан. Ольганың табылуы үшін Ресей полициясы да атсалысады. Алайда олар оның компьютерін бұзудан бас тартады. Сондықтан да Ольганың отбасы оның компьютерін хакерлерге ашқызып, ішіндегі ақпараттарды зерттейді. Бірақ маңызды еш нәрсе таба алмайды. Анкараға қайтып оралып, сол жерде өмір сүріп жатқан Аталай Филис досы Гөкту және оның қызы Еленаны аңдып бастайды. Гөкту мен Елена Парижден қайтып келгеннен кейін Анкарада бірге өмір сүріп жатқан болатын. Ольга жоғалып кеткеннен кейін Аталай күдікті ретінде қарастырылады. Сондықтан да олармен арасы бұзылып, достықтары үзілген болатын. Кейбір сыбыстарға көре Аталай Ольга оның үйлену ұсынысын қабылдамағаннан кейін досының қызы Еленамен кездескісі келген. Ол Гөктудың тұрған жерін тауып, онымен кездескісі келді. Үйлерінің мекен-жайын тауып, Гөкту мен Еленаны сырттай бірнеше апта бойы бақылайды. Гөктудың көлігінің ішіне сим-карта салынған ұялы бір телефонды амалын тауып жасырып қояды. Осылайша олардың қайда барып, қайда жүргендерін біліп отырады. Біраз уақыттан кейін Гөкту мен Елена демалыс үшін Анталияға кетеді. Олардың көлікпен кетпегенін түсінген Аталай арттарынан Анталияға барып аңдуын жалғастырады. 2 жас Анкараға қайтып оралған кезде Аталай көліктің жүк салғышында жатқан мылтығын алып, боянып, әйел адам сияқты киініп, оларды үйлерінің алдында жасырын түрде күтіп тұрады. Және осы жолы менен құтыла алмайды деп сенімді болады. 2013 жылы 16 қыркүйек жас жұп үйлеріне кіріп бара жатқан кезде құлақтарын жаратындай қатты бір дыбыс естиді. 1-2 секунд ішінде екеуі де жерге құлап түседі. Аталай оларға 7 рет оқ жаудырады. Олардың өлгеніне сенімді болу үшін бастарынан тағы 1 рет оқ атады. Содан кейін Анкарадан сатып алған көлігіне мініп, Кутахия қаласына қашып кетеді. 2 күн өз көлігінде қонады, артынша Стамбулға кері қайтады. Куәгерлер Гөкту мен Еленаның үйінің алдынан
Күдікті сарғыш Мұрат 131 көлігін көргендерін айтады. Полиция сол көлікті іздей бастайды. Ол көлікті Стамбулдан ішінде ешкім жоқ күйде табады. Полиция машинаның ішін зерттеп, шаш бояйтын және макияж үшін қолданылатын бояулармен қатар, күрек, ара, отверткалар, жастық, көрпе, сонымен қатар от жағу үшін қолданылатын заттар табады. Кейбір адамдар Göktuğ құпия бір проектте жұмыс жасап, сол себепті де оны сол жұмысқа байланысты өлтіріп кетті деп ойлайды. Бірақ жақындары Аталайдың бұл өлімге қатысы бар екендігін білді. Göktuğ'дың көлігінен полиция Аталай жасырып қойған телефонды табады. Телефонның ішіндегі сим-карта Аталай Филиздің атына тіркелген. 2013 жылы 31 қазан Аталайды тұтқындау туралы шешім шығарылды. Шет елге қашып кету мүмкіндігі бар деп шекарадан шығуына да тыйым салынды. Оның бұл тыйымнан бұрын шет елге қашып кету мүмкіндігін қарастырған Түркия полициясы шет елдерге де ескерту жібереді. 2014 жылы шыққан ескерту нәтижесінде оның 2014 жылы 27 және 31 қаңтар аралығында Португалияға қашып кеткендігі анықталады. Әрине, ол шекарадан жалған құжаттармен өткен. Алайда дүние жүзі бойынша іздеуде жүргенін білгеннен кейін Фуркан алтын есімімен Стамбулға кері қайтады. Тузла қаласында бір шайханаға даяшы керектігін көріп, сол қалаға жұмысқа тұруға аттанады. Тарих пәнінің мұғалімі Фатма Кайыкчының жолдасы осы шайхананың иесі болатын. Аталай жұмысқа тұру үшін жетіммін, өмірім аса ауыр. Осы жұмыс маған керек дегеннен кейін шайхана иесі оған жаны ашып, оны жұмысқа алады. Бірақ жұмыс барысында келушілермен өте дөрекі сөйлеседі. Шайхана иесі де оған жаны ашып, оны жұмыстан шығара алмайды. Оған жұмыс берген Кайыкчы отбасы мен Аталай Филиз бір тұрғын үйде тұратын. Шайхана жабылып қалғаннан кейін кәуап сататын жерге жұмысқа тұрады. Ол жерде де басшылық жұмысқа алу үшін ауылдан енді келдім, қалтамда көк тиыным жоқ деп өзі туралы жалған ақпарат береді. Жұмыс берушінің оған жанының ашығаны соншалықты, айлықтан тыс арасында оған көмек ретінде ақша беріп тұратын. Бастығының айтуы бойынша ол тыныш, шуас адамдармен көп сөйлеспейтін. Полиция бұл уақыт ішінде оны іздеуін еш тоқтатпады. Уақыт өткен сайын Аталай әр нәрседен секем алып, маңайындағы адамдардан күдіктене бастайды. Әсіресе бұрынғы жұмыс беруші шайхана иесінің әйелі Фатма Кайыкчының оның шын аты жөнін біліп қойғанына сенімді болды. Себебі Фатма Кайыкчы Аталайдың заттарының ішінен шын есімі жазылған куәлігін тауып алады. Және Аталайды байқаусыздан шын атымен шақырып қалады. Егер шын аты жөнін білсе, Анкарадағы адам өлімі туралы да біледі деп, ол әйелдің аузын жаппақшы болады. Байқұс әйел баласын мектептен алмақшы болып, үйден шығып бара жатқан уақытта оны пышақтап өлтіреді. Содан кейін бөлшектерге бөлінген денесін чемоданға салып, үйден 500 метр қашықтықта орналасқан қоқыс жәшігіне тастайды. Көп ұзамай полиция Фатма Кайыкчының бөлшектенген денесін тапты. Зерттеу нәтижесінде Анкарада кісі өлтірген адам мен Фатма Кайыкчыны өлтірген бір адам болып шығады. Жаңалықтар, радио, барлық ақпарат құралдарында тек Аталай Филиз туралы ақпараттар көрсетілді. Фатма Кайыкчыны өлтіргеннен кейін ол киімін ауыстырып, автобекетке барып, Адапазары қаласына жол тартты. Ол жерде бір күн болып, кейін Измир қаласына аттанады. Адамдар көп шоғырланған жерден қашуға тырысты. Сондықтан да ол Гюмүлдүр ұлттық паркінде жасырынды. Ол жерде от жағып, отқа тамақ жасап бір апта тығылды. Кейін Мендерес қаласына барып, бір күнге үй жалдап алады. Осылайша бір жерден басқа жерге қоныс аударып қашып отырады. Алайда бір күні автобусқа мінген кезде оны бір жолаушы танып қояды. Оның танығандығын түсінген Аталай жолдың арғы бетіне өтіп кері бағытқа бара жатқан басқа автобусға отырады. Полицияға хабар берілгеннен кейін полиция автобустың соңынан қуады. Көп ұзамай Аталай Филиз сол күні тұтқындалады. Тұтқындалған уақытта оның жанынан 2 аңшылық пышақ, жалған жеке куәлік, 16 банк картасы, 8 тал лолипоп чупа-чупсы және орманда өмір сүру үшін қажетті барлық саймандар табылды. Кейінірек оның Стамбул Хадымкөйде бір қойманы жалға алғандығы анықталды. Полиция қоймаға барған уақытта оның ішінен бір сандық тапты. Сандықтың ішінде детективті романдармен қатар атақты Декстер сериалының дисктері шықты. Ол тұтқындалғаннан кейін тергеу басталды. Тергеу барысында Аталай бәрін баяндап береді және ешқандай өкініш сезімінің жоқ екендігін айтты. 2017 жылдың наурыз айында түрік соты Аталай Филизді өмір бойына бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды.
Ақыл есінің дұрыс екенін дәлелдейтін анықтама келгеннен кейін Силиври түрмесіне жіберілді. Қазіргі уақытта да сол жерде жазасын өтеп жатыр. Түркияда бұл оқиға қоғам арасында кеңінен талқыланды. Тіпті Фейсбукта оның қылмыстарын, өмірін талқылайтын арнайы топ ашылды. Интернетте бір детективтің онымен селфи жасаған суреті тарап кетті. Қылмыскермен суретке түсті деп оны даттаған да, сонымен қатар ақтаған да адамдар болды. Түркияда бұндай қылмыс жасаушы адам өлтіргіштер кең таралмағаннан кейін ол құтты бір музейдегі экспонат сияқты ерекшеленді. Сондықтан да оған деген қызығушылық артты. Ол Ольга Серегинаның өліміне қатысы бар екендігін мойындамады. Оны қалай, не себепті өлтіргенін сұраған кезде ол өз-өзін өлтірді деп жауап қатты. Әлі күнге дейін Ольга Серегинаның қайда екені белгісіз.